Жаратылыстану сабағына қатысты оқушыларға арналған қарапайым тәжірибелер. Бірінші тәжірибе судың еріткіш қасиетіне байланысты. Стақанға су құйып, оған тұзды саламыз. 1-2 минуттан кейін тұздың ерігенін көреміз. Енді стақанға қағаз бөліктерін салып, араластырамыз. Қағаз суда ерімеді. Яғни, суда барлық зат ерімейді. Заттың еруі оның құрамына, тығыздығына байланысты. Екінші тәжірибе тығыздыққа байланысты. Суға қағаз бөлігін қаламсаптың қақпағын бұтақты салсақ, олар судың бетінде қалқып тұрады. Ал қасықты және өшіргішті салғанда олар суға батты. Бұдан шығатын қорытынды: заттардың тығыздығы судың тығыздығынан жоғары болса, зат суға батады, ал жеңіл болса, батпайды. Үшінші тәжірибе топырақтың құрамына байланысты. Суға топырақты саламыз. Судың бетінде көпіршіктер пайда болғанын көреміз. Бұл топырақтың құрамында ауа бар екенін білдіреді. Суымызды араластырып, 5-10 минут күтеміз. Топырақтың құрамындағы ауыр заттар, құм, тастар стақанның түбіне шөгеді. Төртінші тәжірибе судың тығыздығына байланысты. 2 стақанға су құйып, біреуіне тұз саламыз. Сосын жұмыртқамызды саламыз. Жай суда жұмыртқа батты, ал тұзды суда батпады. Бұл тұзды судың тығыздығы жоғары екенін білдіреді. Бесінші тәжірибе тұздың кристалдануы. Суға көп тұз салып, араластырамыз. Енді сурет салатын қылқаламмен қара түсті қағаз бетіне сурет саламыз. Қағаздағы судың кепкенін күтеміз. Толық кепкен уақытта судың құрамындағы тұз кристалдарын көреміз. Алтыншы тәжірибе қысымға байланысты. Бөтелкедегі судың бетін қағаз майлықпен жауып, оны төңкерсек, су төгілмейді. Бұдан шығатын қорытынды: қағазға сырттан түсетін атмосфералық ауаның қысымы оның ішіндегі судың қысымынан жоғары. Жетінші тәжірибе судың беттік керілісі. Ыдысқа су құйып, суға қара бұрыш немесе даршыны себеміз. Мен даршынды септім. Ұнтақ судың бетінде қалқып жүреді. Енді саусағымызға ыдыс жуатын сұйықтық немесе сұйық сабынды жағып, суға тигіземіз. Даршын ыдыстың шетіне қарай тез жылжиды. Бұл тәжірибеден шығатын қорытынды: сұйық сабын судың беттік керілуін бұзады. Сондықтан ұнтақ жан-жаққа ығысты.